Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бір керемет бір сұраққа жауап берем. Негізі маған көбінесе жекеме көп сұрақтар келеді. Соның ішінде маған қатты ұнаған сұрақ. Мен бұл компаниядан, мысалы, компанияға кірдім, осы саяхат клубына кірдім. Мен осы саяхат клубынан өте тез табысқа шыға алам ба деген сұрақ. Енді сол сұраққа мен бүгін жауап беремін сіздерге. Тез табысқа шығуға болады. Қанша орында сіз өзіңіз компанияға $200 емес, $500 кіріңіз. $500 компанияға сіз тіркелген кезіңізде сізге компания $800 бонус береді. Бірден сізге как сыйлық ретінде бонус береді. Сонда сіздің тіркелген $500 1300 болып келеді. Сіз сол күні саяхатқа міндетті түрде бронь жасайсыз. Қай күнге бронь жасайсыз, сол күні сіз саяхатқа барасыз. Біріншіден. Екіншіден, сіз өзіңіз өз көзіңізбен саяхатты көресіз. Енді әр адамдар әртүрлі, мысалы, енді әркімнің мышлениясы әртүрлі, оған ешкім ештеңе айта алмайды. Сіз өз көзіңізбен көргеннен кейін, ол өзіңіз сенімді боласыз. 1000 рет айтқаннан 1 рет көрген жақсы деп айтады ғой. Одан кейін сіз барынша бесплатник болуға тырысыңыз. Оның үшін не жасаймыз? Бесплатник болу үшін, яғни компанияға ай сайын ақша төлемеу үшін, сіз барынша сол айда басында 5 адамды тіркеуге тырысыңыз. Ол $200 бола ма, $500 бола ма, разница жоқ. Самый главный 5 адам тіркесеңіз, сіз бесплатникке шығасыз. Яғни ай сайын сізде ай сайын $250 төлеп отыру деген мүлдем жоқ. Компанияның өзі сізге ай сайын ақшасын төлеп отырады. Ол ай сайын ақшасын төлегеннен кейін сіз уже мүлдем компанияға ақша салмайсыз. Сіздің мақсатыңыз тек қана уже сіз табысқа шығу болып табылады. Біріншіден, сіз 5 адам тіркегенде не ұтасыз? 5 адам тіркегенде сіз бесплатник боласыз. Яғни компанияға ай сайын мүлдем ақша салмайсыз. Екінші, сіз каждый адамнан $20 ақша табасыз. Ақша аласыз, оның барлығы өзіңізге наличка ала аласыз. Одан соң, үшінші, сіздің міндетіңіз тек қана мен адам жинасам ғана ақшаға табамын, ранкқа өсемін деген ол дұрыс емес. Неге? Өйткені мақсат сіздің кірген адамдарыңызда емес, мақсат сіздің сапалы адамдарды тәрбиелеуде. Яғни, бір адам кіріп, ол шығып кеткеннен қарағанда, лучше сіз осы 5 адамыңызға сапалы білім бересіз. Яғни, сол компания туралы барлығын жақсылап үйретесіз. Олар уже ақша тауып, олар да тоже бесплатник болған кезде олар ешқашан шықпайды. Оларда неге бесплатно компания сізге ақша беріп, саяхатқа жіберіп отырады, а сіз шығасыз ба? Конечно, шықпайсыз, дұрыс па? Сіз ешқандай ақша төлемейсіз, бірақ сіз қалған уақытыңызда саяхатқа бара аласыз. Оны компания төлейді сізге ақшаны. Ешкім ондай кезде шықпайды. Сондықтан да осы сіз тапқан, сіз кіргізген, сіздің ссылкаңызбен кірген 5 адамға міндетті түрде оларда бесплатник болуға айтыңыз. Яғни әр адам бесплатник болған кезде ол да сіздің товар оборот болып есептеледі. Сіздің товар оборотыңыз көбейеді. И бұл 5 адамыңыз бесплатник болады. Яғни компания ақшасын төлейді. Бұлар да бесплатник болады, и сіздің товар оборотыңыз көтеріледі. Солай сіз тез табысқа шыға аласыз. Аньян!